Шетелдік аштықыдан бас тартатын уақыт жетті. Шымкенттік ғалымдар Түркістан өңірінің дәстүрлі шұбат қымызынан бірегей микроорганизмді бөліп алып, отандық аштыққа әзірлеуге кірісті. Бұл жоба сүт өнімдерінің бағасын арзандатып, сапасын жаңа деңгейге көтермек. 8 адамнан тұратын халықаралық топтың еңбегі нарықты қалай өзгертпек? Гүлдана Сейдрасулдың материалы. Елімізде сүт өнімін өндіретін кәсіпорынның басым бөлігі импорттық аштықыны пайдаланады. Мұндай өнім әрі қымбат, әрі жергілікті тұрғынға ағзасына сай келе бермеуі мүмкін. Осы мәселені шешу үшін ғалымдар өзіміздің аштықын әзірлеуге кірісті. Біздің мақсатымыз осы шетелдік, яғни импорттық аштықларға деген тәуелділікті азайту болып табылады. Сондықтан біз өзіміздің осы Түркістан өңіріндегі шаруа қожалықтарынан алынған, мысал үшін шұбат, қымыз, саумал сияқты дәстүрлі сүт өнімдерінен микроорганизмдерді бөліп алып, оның қасиеттерін зерттеп жатырмыз. Бұл жобада қандай нәтиже күтеміз? Өнімнің сапасын жақсартып, Қазақстан сүт өнімдерінің ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекелестікке қабілеттілігін жақсартатын болады. Шұбат, қымыз, саумалдан алынған микроорганизм аштықының негізіне айналады. Бұл ұлттық өнімнің табиғилығын сақтауға мүмкіндік береді. Өнімнің дәмі, иісі мен сапасына қалай әсер ететінін зерттеп, тиімді комбинациясын қалыптастыруға тырысып жатыр. Пробиотик осыны біз аштыққа қосып жатырмыз. Бұл өзіндік дәмін береді. Яғни бұның ішінде лактококос, ликоносток дегендер өнімнің дәмін, иісін қалыптастыруға көмектесетін микроорганизмдер. Осыларды біз біріктіріп, қауымдастығын арқасында аштыққа шығарамыз ғой. Отандық аштық қауымдастығын әзірлеу жобасы бойынша 8 адам жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде жергілікті және шетелдік жас ғалымдар мен докторанттар бар. Жобаға грантпен қолдау көрсетілген. 23 ғылыми зерттеу лабораториялары мен ғылыми орталықтар бар. Ол жерде 90-ға жуық ғылыми қызметкерлер қызмет атқарады. Әрине, оның ішінде біздің ең мақсаттарымыздың бірі ғылыми зерттеу жұмыстарына жас ғалымдарды, яғни докторанттарды, магистранттарды, сонымен қатар студенттерді тарту болып табылады. Жалпы 75 ғылыми жоба жүзеге асырылып жатыр. Олар ақпараттық технология, химия өндірісі, жасыл энергетика және экономика секілді бірнеше саланы қамтиды. Жоба саны өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Жалпы қаржыландыру көлемі 1 миллиард 800 миллион теңгеге жуық. Бұл ғылымға деген қызығушылық пен қолдаудың артқанын көрсетеді. Гүлдана Сейдрасул, Мирас Ашенов, 7 арна, Шымкент.